Paks атом электростанциясы маңында Дунай өзенінің түбіне су ағынын реттейтін қорғаныс бөгетін орнату жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қазіргі уақытта оқиға орнында Мажарстан қарулы күштерінің 142 әскери қызметкері жұмыс істеп, су шаруашылығы органдарының жұмыстарына қолдау көрсетуде. Бұл туралы Дунайдың сол жағалауындағы жұмыстарды басқарып отырған қолбасшы мәлімдеді. Olyan speciális művelet, amely során a Magyar Honvédség helikopterei 1 köbméteres beton tömböket helyeztek el azokba a töréspontokba, illetve azokra a területekre, ahol a védműnek a megerősítése kifejezetten szükséges volt. Ez egy olyan művelet volt, ami az eredeti tervekben nem szerepelt, és korábban a vízügy ezt a fajta módszert nem alkalmazta, de mivel ilyen képesség is a Magyar Honvédség révén rendelkezésre állt, ez most úgy néz ki, hogy ez nagyon fontos szerepet játszik, és a későbbiek folyamán várhatóan a következő fázisban szintén más helyszínen, de ugyanezt a megerősítést fogják alkalmazni. Мамандар өзен түбіне орнатылатын төменгі бөгеттің көмегімен және екі баржаны суға батыру арқылы Дунайдағы су деңгейін көтеруге тырысып жатыр. Мұндағы мақсат атом электростанциясын салқындатуға қажетті суды қамтамасыз ету. Сәрсенбі күні жағдай әлі де шешуші кезеңде тұр. Негізгі міндет бейсенбіге дейін жағдайды тұрақты ұстап тұру, себебі сол кезде Дунайдың Австрия мен Германиядағы су жинау алаптарынан өзенге мол жауын шашын келуі мүмкін. Станция турбиналарын іске қосу келесі аптада басталады деп күтілуде. Az ember megfeszített, összehangolt munkájának és a rengeteg felajánlásnak köszönhetően már hétfő estére sikerült érdemben és érezhetően visszaduzzasztani a vizet. Üzembiztosan termel az erőmű 2 működő turbinája. Kónya Rita, Euronews, Paks.